Қалайсыздар? Біздің үйде дайындық деген қызу. Негізі бұндай іс-шараның алдында кішкене қобалжиды екенсің. Барлығы дайын болса да, барлығы под контролем болса да, бір түрлі қобалжып уайымдайды екенсің. Анау қалай болады, так, анау не болады, мынау не болады. Мен әлі тіпті көйлегімді киіп көрмеген адаммын ғой. Бірақ көрдім корсетін. Өте әдемі, өте нәзік. Өзім ойлағандай, енді размері, өлшемі бәрі сәйкес келсе, это будет классно. Бұл той емес, бұл жай ғана сырға салу, салттың алғашқы сондай жөн жоралғысы. Ұзату бөлек болады. Бірақ туған туыстың арасында осылай қазақтың салтын сақтай отырып өткіземіз дедік қой. Негізі басында шағын орта дегенбіз, одан кейін кішкене туған туыстарымыздың саны көбейді, қонақтарымыздың саны өсіп кетті. Сөйтіп кәдімгідей бір шағын сондай қуаныш болайын деп жатыр. 22-сі күні бұйырса. Өзбек, қазақ, тәжік, раушан, начальником она. Начальник өзбек. Жай аяққа түсіп мыналарың сен өтіп жүр. Раушан, ұстасай дейді. Жамшы дейді. Ұстасай дейді. Біз енді кішкене демалып алып, тамағымызды ішіп алып, тамақ дегенде ана бургер жеп алып, мына жақта Нұрка жүр. Әрең жүр. Не дейді? Демалайық, иә. Өте үлкен жұмыс жасап қойдық. Екеуміз қатты жұмыс жасап қойдық. Біз еще көше қалаға тамақ іздеп кеттік, иә? Тамақ алып қойдық. Мына жақта мына кісілер жегелер. Құршет, анда Хамо, мұнда Шерхан. Шерхан? Бетіп қойсын. Нұрка. Аға. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, құрметті достар. Мәна погода деген бомба болып тұр ғой, таза қыдыратын, өте керемет бір ауа райы болып тұр екен. Сөйтіп далаға шыққан жайымыз бар, жұмыстармен Гранд паркке келдім. Вот ол сияқтамыз. Қандай жұмыс, не жұмыс, қазір көрсем. Дым өзгермепті ғой демей, бірінші сторис пен екінші стористің айырмашылығын көріңіздер, е? Вот. Осындай прическаға келдім қайтадан болғанда. Нандай прическаны өзім тағы да бірінші рет қойып тұрмын. Білесіздер, эксперимент жасағанды қатты жақсы көрем. Бұйыртса бүгін бір жұмыстар бар, кешке қарай, Алла қаласа бірге болыңыздар, стористерде барлығын айтып көрсететін болам. Go! Ал достар, қайырлы кеш, киімді ауыстырып шығып, реттеліп, сонымен ауызашарға келе жатырмын. Бір бауырымыз шақырып еді, ауызашарға кел деп. Сонымен ауызашардан кейін бір концертке барам, бір университетке. Бұйыртса барлығын сториске салып көрсетіп отырам. Осындай образ, короче, бізде. Өсіп кетіп баратқан жайымыз бар. Қайырлы күн, ағайын бауырлар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Алматыда ауа райы деген мощный болып тұр, мощный прям. Көңіл күйді көтеретін ауа райы болып тұр, қараңыздаршы. Наурыз айында ауа райы осындай болған, маған қатты ұнайды. Алдыңғы жылы наурыз айында 22 наурызда жаңбыр жауып, қар жауып сондай болып кетті. Ондай болмаса екен, әз наурыз мейрамымызды жақсылап қарсы алсақ, нұр үстіне нұр болатын еді, күндеріңіз сәтті өтсін. Қаладамыз, көрші. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы таң, амансыздар ма? Күндеріңізге сәттілік. Біз бүкіл тірліктерін бәрін атқарып, бүйтіп, қолдан келгенше енді қайтып жатқан жайымыз бар. Жаңа су қасқатып тұтасын, алып үйге қайтамыз. Сол, общем. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Қасымда Сұлтан бар, артта Чина деген інім бар. Біз тойға шықтық десем да. Бүгін банкет бізде наурыз кешіне арналған кешті жүргіземіз барып. Негізі март айына той ештеңе алмағам. Өйткені Рамазан айында ораза ұстап, тынышынан өмірімізді бір кішкене болсын құлшылыққа арнайықшы деп Рамазан айында тойлар алмап едім. Бірақ осы мартқа осы бір ғана бір кеш келіп қалды. И то ол 1-2 сағат қана еще ауызашармен болғаннан кейін алдым. Сол қазір кетіп бара жатырмыз соған. Бұйыртса соны барып әдемі кешті әдемі нотада аяқтап қайту бізге бұйырсын енді Алла қаласа. Сосын түнде Шымкент қаласына жолға шығу қажет. Жолға шығу керек болып тұр.
неге десеңіздер, қазір кішкентай балалар каникулға шықты, 2 қызым каникулға шықты, Алматы қаласына келіп кішкене қасымда болсын деген ниет. Негізі мен әр каникул сайын, әр демалыс сайын қыздарын әкеліп тұрмын Алматы қаласына. Апасының жанында болады, менің жанымда болады, қатартып ойнатып кетті. Енді көп кісілер айтады ғой, 2 қызыңа көңіл бөлмейсің анау мынау. Жарайды, енді мен оны біреуге көрсетпеймін, және көрсетуге міндетті емеспін. Ең бастысы әйтеуір Алла тағала біледі, мен 2 қызыма всегда көмектесемін, олармен всегда связдамын. Сондай бір тағы да бір керемет сәт келіп тұр. Сол үшін бүгін Алла қаласа түнімен Шымкентке, Шымқалаға жолға шығып бара жатырмын, және Шымкентте бір емес бірнеше жұмыстар болып тұр. Соның барлығын барып бір күнде бітіріп қайту керек болып тұр, Алла қаласа. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін көрісу күні екен. Осы мереке құтты болсын. Наурыз айында жалпы мереке көп. Сондай тамаша мерекелердің бірі көрісу күні. Және келе жатқан біздің жаңа жылымыз 22 наурыз мерекесі де баршаңызға құтты бола берсін. Ассалаумағалейкум. Осторожно, обещаю. Бай, мына аласыңдардан жағалып кетіңдер. қолым талып қалды. Әне Шерхан чуып киноға. Шерхан жылы отыр ғой. Тоқта. Мынандай қылмиясы бар екен, мынаны қалай отырғызам? Шешешті. Бұл ішінде. Чакичан. Фантам бе. Әке. Бізге өтіп жатыр. Қарасам Чакичан сақ тұрған. Чакичан оқтай ма? Чакичан, Жан-Клод Ван Дам. Тәж қой. Ол халық, мен жігітім халық. Зеленый ойын. Мен аға флеш. Артқа шауып кетті. Давай, ішім. Біздер қатланып отырып қой. Көмектеседі, поддержка. Как двигается. Әні. Давай. Әні. Майшахан Чакичанның киносына түсу керексіз. Білесіз ба? Бірге қойық. Енді один. Қазақ өзек. Қазақ өзек. Әке. Biraz şanlı gülmeye atladı da onu. Bu Еркек bakalım. Е, Birleşik. Nanu hayır. Хуршет. Nanu kötülük birleşik.